Саламатсыздар ма, құрметті біздің сүйікті де көрермендер. Сіздердің алдарыңызда бүгін мен Ақтөбе облыстық Алақай қуыршақ театрының актрисасы Алия Салитова. Мен бүгін сіздерге әдемі, қызықты ертегі оқып беремін. Ал ертегімнің аты түлкі, қоян және әтеш деп аталады. Орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйшігі мұздан болыпты, ал қоянның үйшігі ағаштан болыпты. Көктем келіп, күн жылынғанда, түлкінің үйшігі әрине бірден еріп кетіпті. Жаураған түлкі қоянға келеді. Қоян, ой, қоян, мені үйіңе кіргізші, жылынып алайыншы, дейді. Жылпос түлкі осылай алдап-сулап, аңқау қоянның үйшігіне кіріп алып, ақыры оны үйінен қуып шығады. Қоян жылап келе жатып, иттерге кезігеді. Иттер: «Ваф! Қоян, не болды? Не болды саған? Неге бұлай жылайсың?» дейді. Қоян болса: «Қалайша жыламаймын? Түлкінің мұзыйы еріп кетіп, менің жылағаш үйімді тартып алды. Енді міне баспанасыз тентіреп жүргенім» деп жылайды. Иттер: «Раф! Жылама қоян. Біз ол оңбаған итті, оңбаған түлкіні қазірек қуып шығамыз» дейді. Иттер жиналып, қоянның үйіне келеді. «Ваф! Ей түлкі! Шық қане! Босат қоянның баспанасын» дейді. Түлкі боса: «Шықсам, шығайын. Бірақ мен далаға шықсам, сендерге жақсы болмайды ғой. Барлығыңды быт-шыт қыламын» дейді. Иттердің үрейі ұшып кетті. Бас аманда қашып құтылуды ойлап тайып тұрады иттер. Үй жоқтың күйі жоқ деген осы. Қоян қаңғи шаршап, тағы да жылай бастайды. Алдынан аю шығады. «Қоян-ау, не болды? Сонша неге бұлай жылайсың?» деп сұрайды. «Жыламағанда қайтемін? Түлкінің мұзыйы еріп кетіп, менің жылағаш үйімді тартып алды». Жылама қоян, мен оны қуып шығамын» дейді. «Жоқ, қуып шыға алмайсың. Иттер де қуып шыға алмады» дейді қоян. «Көресің, қуып шығамын» дейді. Аю үйшіктің алдына келіп: «Түлкі! Ей түлкі! Шық! Босат қоянның үйі» деп ақырады. Түлкі болса пеш үстінен: «Шықпаймын. Шықсам, саған жаман болады. Быт-шытыңды шығарамын» деп қорқытты. Аюдың үрейі ұшып кетті. Бас аманда қашып құтылуды ойлайды. Амалы құрған қоян тағы да жылай бастайды. Қараса, жанынан алтын айдарлы әтеш өтіп барады. Қолында күмістей жарқыраған шалғысы бар екен. Әтеш: «Қоян,
Қоян, неге жылап отырсың? Деп сұрайды. Қоян: Хой, жылабай, қайтейін. Түлкінің мұзы еріп, менің жылағаш үйімді тартып алды. Әтеш: жылама, жылама. Мен оны қазір қуып шығамын дейді. Қоян болса: Жоқ, қуып шыға алмайсың. Иттер қуды, қуа алмады. Аю қуды, ол да қуа алмады. Сен де қуа алмайсың. Шыр, көресің, қалай мен оны қуып шығамын дейді Әтеш. Әтеш қоян екеуі үйшік жанына келеді. Әтеш қатты дауыстап өлең айта бастайды. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоянның үйінен шықпаса, оны да шалғынша шабамын дейді. Түлкі қорқып кетіп: ой, қазір шығамын, киініп жатырмын дейді. Әтеш тағы да: шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоянның үйінен шықпаса, оны да шалғынша шабамын дейді. Әтеш қайта әндете береді. Түлкі сасқалақтап: ай, қазір тонымды киіп жатырмын, қазір дейді. Әтеш үшінші рет әнін қайталай бастайды. Шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын. Қоян үйінен шықпаса, оны шалғынша шабамын дейді. Түлкінің зәресі ұшып кетеді. Аман сауында қоянның үйінен зытта жөнеледі. Сөйтіп қоян ер жүрек Әтештің көмегімен қайтадан өз үйіне тұра бастайды. Мінекей балақайлар, қандай ер жүрек Әтеш дейсіздер. Түлкіні үйінен қуып шығып, қоянды өз үйіне әкеліп берді. Осылай міне менің ертегім аяқталды. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар деймін.